Илон Маск енді Еуропа одағын тарату керек деп ашық ақпараттық соғыс жариялады. Оқиға неден басталғанын айтып берейін. Даудың басы мынадан: Еурокомиссия X-ке, яғни Twitterге 120 миллион евро айыппұл санкциясын салды. Еуроодақ 2024 жылы қабылданған DSA, яғни цифрлық қызметтер туралы заң аясында X желісін бірнеше талапты бұзды деп айыптап 120 миллион евро айыппұл салған. Ал бұл біздің валютамен есептегенде 70 миллиард теңгеге жуық. Алайда Илон Масктың қазіргі байлығы 500 миллиард доллар болып есептеледі. Ал бұны Reddit'ті қолданушылар бұл Илон Масктың бір ғана таңғы асы деп әзілдеп жатыр. Енді Еуропа одағының шағымдарына келсек, желіде дезинформацияны бақылау өте әлсіз, экстремистік контентті жоюға байланысты талаптар орындалмаған, модерация саясаты жеткіліксіз, ең қауіпті платформалар тізіміне енген X заң талаптарын орындамаған. Бұл Маск басқарып отырған X әлеуметтік желісіне Еуропа одағының салған ең рекордтық көрсеткіштегі айыппұлы саналады. Айыппұлдан кейін Илон Маск ашық түрде Еуроодақты сынап X аккаунтында былай деп жазды: Еуропа одағы таратылу керек, ал елдерге егемендігі беріліп, өз халқын дұрыс басқара алу керек. Яғни ол Еуропа одағын таратуды, ұлттық үкіметтерге толық суверенитет қайтаруды ұсынды. Қарап отырсақ, Илон Масктың айыптаулары, яғни аргументтері әлсіз, осал емес. Шын мәнінде Еуропа одағының билігі шын мәнінде қатты бюрократияланып кеткен деп айыпталып жүр. Брюссельдегі шенеуніктер халықтың шынайы қалауын білдірмейді деген сын жиі айтылады. Сондай-ақ Еуропа одағы цифрлық ірі платформалармен жиі қарсы келіп, оларды Масктың айтуынша репрессияға ұшыратады. Ал DSA, яғни цифрлық қызметтер туралы заң, сөз бостандығын шектеуге арналған механизм. Қызық болғанда Масктың бұл жауабына Еуропа лидерлерінің бірі қалай жауап бергенін айтайын. Олардың бірі тіпті Илон Маскты Марсқа жіберді. Бұл министр Радослав Сикорский. Ол Маскқа жауабын өзінің X желісінде жазып отыр: Марсқа ұшып кет, ол жақта нацистік сәлемдесуге цензура жоқ деп жазды. Оның мәні естеріңізде шығар. ақш президенті Трамптың ұлықтау рәсімінде Маск осындай ишара жасаған еді. Мұны кейін көбі, әсіресе неміс басылымдары Рим салютына ұқсатқан болатын. Сикорскийдің сөзінше, Масктың сөз бостандығы түсінігі тым шектен шыққан. X-тағы модерация әлсірегеннен кейін нацистік контент көбейген. Бұл жауап дау деңгейін дипломатиялық айтысқа дейін көтеріп отыр. Алайда Маск бұған да жауапсыз қалмады. Ол нағыз интернет юзер ретінде мем жариялады. Оның айтуынша, Еуропа Еуроодағымен тең емес. Сіз осы даудың қай жағындасыз?